Жадыра Шамұратова, пойыздағы мазасыз түн. Пойызға біреуді шығарып салсам, қарадан қарап көңілім құлазып, өзім мінсем сол кеткен жағымнан оралмайтындай бір алаң кіретіні бар. Рас, түсініксіз сезім. Қашанғыдай көмір мен майдың, қолаң сасы аралас ащы тердің, бұрыш-бұрышты жайлаған зәрдің. Астанаға жақындағанда жұрт үстіне асығыс шашқан арзан әтірдің иісінің қосындысы вагон ішін тұтып қалыпты. Қостанай Алматы пойызы жұлқып барып, жолаушылардың екі қадақ қуанышын, мың жылғы мұңы мен зіл батпан қайғысын ішіне сыйдырып, қозғала бастағанда, сыртта Астананың суық желі соғып тұрған. Бірте-бірте перрондағы қимай қарап тұрған жанарлар жалт етіп, бұлғанған қолдар ауа қармап, ауыздар жыбырлап, әлдене деген күй кірі, бесі батпан терезеден жым-жылас жоғалып, шалқасынан жатқан дала көрінді. Иреңдеген алып құрт бірте-бірте қарқын алып, суық желді қақ жарып, жүйткіп келеді. Сырты ағал-жағал, мыжырайған жалғыз үйлі разъездерге көз тоқтатып үлгермейсің. Алыстан көзге шалынатын қазақ ауылдары соғыс көргендей тым жүдеу. Әйтеуір қазаққа бұйырған нәрсесінің бәрі көнетоз, жүдеу, әрі мұңлы күй кешіп тұратыны несі екен деп ойлайсың. Тек салқын самалға кеудесін тосып, тыныстап момақан жатқан дала ғана жаңалау көрініп, қай өңір, қай облыстың тұсында келе жатсаң да, қыраты мен белі көзге жылы шырайды. Купедегі 3 әйел де жайғасып үлгеріпті. Қасыма ер адамдар түспесе екен деп тілеп едім, жолымның болғанына іштей қуанып келемін. Шашын сарыға боятса да, онысы өңін аша қоймаған қараторы келіншек пойыздың тербеткеніне рахаттана маужырайды. Үстіне сепкен әтірінің иісі нәзік екен. Өзара күбірлесіп сөйлесіп жатқандарына қарағанда, қасындағы ыстыразы жапсырып әдемілеп, мұқият әрленген, ұзын тырнақтары мен телефонының бетін жем жоқығандай тық-тық басқан толық сарысы құрбысы болу керек. Қарама қарсы отырған әйелдің түр әлпеті адамның есінде қала бермейтіндей қарапайым. Шашын тым қысқа қидырған, бидай өңді, көзінің асты аздап көгіс тартқан, қыр мұрнына жұқалтаң еріндері үйлескен арықша әйелді қазақтың бейнетін көп көрген келіншектеріне ұқсаттым. Ол терезеден бір ауық көзін аударып, арасында мен жаққа қарағыштап қояды. Екі құрбының өзара күбірлескені болмаса, өзгеміз үнсізбіз. Негізі пойызда танысып, арқа-жарқа әңгімелескенді ұната бермеймін. Сықпытына қарасаң, кәрі шешеммен құрдас көрінетін болдық матрас төменге сырғи береді. Ішіндегі мақтасы түйірпеген жастықта алып, вагонның жел ұрып тұрған бұрышын бітегендей болдым да, кітабымды оқып бастадым. Пойызда күн, сағат, минут өтпей кетеді ғой. Енді ертең қашан болады деп мөлейіп отыру ғана қалды. Сәлден соң екі құрбының тамақ ішпек болған ыңғайларын байқап, дәлізге шықтым. Ере шыққан бидай өңді келіншек әжетхана жаққа кетті. Одан тамбурда теріс қарап ұзақ тұрды. Пойыз рельсті қаттырақ ұрғылап жатса да, көрші купедегі әңгімелер анық естіліп тұр. Бір купеден корей сәбізінің, бірінен Қытай кеспесінің иісі шығып тұр. Көпелес әйел иығын қушитып, басын төмен салып, құнысқан күйі қасымнан өтіп кеткен кезде мұрныма спирт иісі келгендей болды. Купедегі орным жоғарда болғаны мұндай жақсы болар ма? Бидай өңді келіншек жыпынылау ауқатын алдына алғанда, мен де орнымда отырып қораптағы айранды іштім де, қолыма алма алып оқуды жалғастырдым. Ұсақ әріптер көз алдымда жыбырлай бастаған, бір уақытқа көз ілініп кетіпті. Оянып басымды көтергенімде бидай өңді келіншек маған қаранып, рахаттанып ұйықтадың ғой, жаңбыр жауып тынбай жатыр, деп қуанды. Танымаса да жасы үлкендігіне салып, сен деп сөйлеген әйелдің дауысынан бір қуаныш лебі сезілді.
Жаңбыр жауғанына қуанғанына қарағанда көптен дала көрмеген, бәлкім ұзақ уақыт ауруханада жатқан шығар деп ойладым. Төменге түсіп отырдым. Манағы құрбылар әнаны-мынаны әңгіме қылып отыр. Бидай өңді әйел тағы да өзінше байқатпай жүзіме барлай қарады. Жүзінде осыны қайдан көрдім деген сұрақ барын бірден аңғарып қойдым. Сіз мені біреуге ұқсатып отырсыз-ау, дедім шыдамай. Иә, қайдан білдіңіз? Түстен бері қарай бересіз. Бір жерден көрген сияқтымын. Зонада болған жоқсың ба? Жайбарақат отырған екі әйел біз жаққа жалт бұрылғандай болды. Әйелдің осы сөзі оның жүріс-тұрысының, киімінің, бет әлпетінде тұрған уайымының неге өзгеше екендігін жұмбағын шешіп бергендей болды. Зона дейсіз бе? Түрмені зона дейтін ойыма түсті. Жоқ, Құдай сақтасын, болған емеспін дей жаздап барып, жұмыс бабымен бір-екі рет барғаным есіме түсті де, иә, болған бір-екі рет деп жауап бердім. Бұл жауабым өзіме әрі тосын, әрі қызық көрінген. Оның үстіне тар жерде зерге бастаған едім. Менің жауабымды естіген екі құрбының көздері бақырайып кеткенін көргенде ішімнен күлкі қызды. Статья қандай? Мен үндемедім. Бірдеңесінші статья дейін десем, ол жағын біле бермейтін болғасын үнсіз қалдым. Онымды әркім өзінше түседі. Түзету мекемелеріне журналист ретінде барғанымды сәлден соң айтармын деп ойлап қойдым. Әйел купеден шығып 10 минуттай кідіріп қайта келгенде арақ иісі мүңкіп кетті. Дүниеде ішкен адамды жек көремін. Мас адамнан қорқатыным да бар. Сәлден соң купеден шығып кетіп қайта кірген екі келіншек жиналып жатты. Тоқтайтын станциялары жақындаған шығар деп ойладым. Бізден аулақ кетті деп мырыс-мырыс күлді қысқа шашты әйел. Неге? Зонада болғанымызды білді ғой. Әйелдің сөзін ұнатпасам да, ол екеуінің осы купеден шығып кеткенше асыққанын өзімде байқадым. Тап осы сәтте бір көңілсіздік билегені. Біреулердің сенен үркіп, несе кем алып кетіп қалғаны жақсы әсер бере қоймайды екен. Үстінен әлде бір иіс шыға ма, өзінің түрі де бір түрлі, көнетоз. Өзінше мені жақын тартып қоятынын қайтесің. Қайтадан оқып жатқаныма үңілдім. Осы жапондар әңгімешіл халық қой. Әйтеуір танымал 6-7 авторын білемін, баурап әкетеді. Деп кітап оқып жатқанымда, ештеңе етпейді сіңілім, оңаша қалдық. Өзіміз отырып шай ішпедік пе? Осылай деп мұрын астынан мырсылдай күлген әйел ортамызды бөліп тұрған үстел үстіне бір жартылықты қойды. Манадан бері кіріп шығып ішіп жүргені осы болу керек. Ішіндегісі ортасына түсейін депті. Шеті кертілген шұжығы тағы бар. Бір түрлі сескенейін дедім. Сұрамастан менің кружкамды алып арақ құя бастады. Кешіріңіз, сұрамайсыз ба? Мен ішпейтін едім. Қой, қаяқтағын айтасың. Зонадан шығып ішпеймін дегеніңе кім сенеді? Бұл сөз мені тіпті басып, жаншып тастағандай болды. Мен зонада болған жоқпын. Неге? Жаңа ғана болдым деген жоқсың ба? Жай айта салғам, журналистпін негізі. Түзеу мекемелеріне репортаж жасауға барам. Әйел аузына апарған арағын толғап бір жұтты да, бет аузы жиырылып маған тесіле қарады. Түзеу мекемесі дейді ғой әлдеқандай қылып. Зона десей? Петропавлда ма? Иә, қайдан білдіңіз? Бәсе, айттым ғой, бір жерден көрдім деп. Ол бір алақанын екіншісіне шарт еткізіп ұрды да, шөлмектен өзіне тағы аздап құйып алды. Мен өзімді еркектің қасында отырғандай сезіндім. Ішім суып бара жатыр. Осы сендер сотталғандарды телевизорге түсіріп ұялмайсыңдар ма? Бала шағасы көреді-ау, ұялады-ау деген жоқ сендерде. Әйел маған ұрса бастады. Жоқ, біздікі телевидение емес, фотоға түсірдік. Бір кезде мен одан қорыққандай болдым. Аха, тіпті жақсы, тіпті керім. Жақсылық жасайды екенсіңдер ғой онда, деді екіленіп. Сендер суретке түсіресіңдер, сосын оны газетке шығарасыңдар. Ал олар сол кезде ішінен жылап тұрады. Соны неге түсінбейсіңдер, деп ашулана бастады. Жұмыс қой енді, министрліктің тапсырмасы болады. Дауысым ақталғандай шықты. Мен осы әйелден қорқып отырған жоқпын ба деп ойладым бір сәт. Біз оларды суретке тура қаратып түсірмейміз ғой.
киім тігіп немесе жөке тоқып отырғанда жанынан кім екенін көрсетіп түсіреміз. Әй, қойшы, деп қолын бір сілтеді. Манағы тым-тырыс отырған әйел батылақ. Мен орнымнан тұрып төсегіме жатпақшы болдым. Әлі ерте ғой, тал түспен жатпақсың ба? Ақыры журналист екенсің, кел әңгімелесейік, деп отырғызып қойды. Бір кезде айтпақшы атым Жанар, жанып тұрған қыз болсын деген шығар, бірақ жанбай түтіндеп бықсып сөніп қалдық қой, деді. Осы сөзін мыңыншы рет қайталап отырғанын, оның әбден жалыққан дауыс ырғағын білініп тұрды. Уақытты қалай өткізсем екен, кітап оқи беруге көпенің шамы қауқарсыз. Телефонның қуаты да таусылып барады. Сонда сотталғандардан сұхбат аласыңдар ма? Не жазбақ боласыңдар? Енді пробация, еңбекпен түзеу, жалпы іздену ғой біздікі, деп тұтығып әрең сөйледім. Мен өзімнің миымның бір қалтарасында жатқан жаттанды сөздерді айта бастадым. Ай, қоя берші, ол тағы қолын сілтеді. Бәрі өтірік, деп менің сөзімді бөліп тастады. Мен ойланып әрі-бері отырғанымда, менен сұхбат алмайсың ба, журналист болсаң? Бірақ байқа, мен айтты деп бір ауыз өтірік қосушы болма, сендерді білем ғой. Мына әйел қызып қалдау, әрі қарай не болар екен деп отырмын. Бұдан әрі іше берсе қайтем. Ол аяғын жинап, бүрсіңкіреп отырды. Одан қайтадан аяғын сөзіп, төмен жіберіп, біресе шалқайды. Біресе столға жантайып, қолымен жағын тіреп. Өмірімде бірінші рет журналистке сұхбат берейін деп тұрмын ғой. Көрмейсің бе? Тіпті қалай отыратынымды білмейде отырмын. Бұл жолы жас қызда дауысы құсатып, сыңғырлай күлді. Неден бастасам екен? Енемді сағынғанымнан бастайын. Енем дегенге ептеп ішім жылайын деді. Енесін сағынатын келіндер тек қазақта болатын шығар. Енеңіз Алматыда тұра ма? Жоқ, қайтыс болып кетті. Арты қайырлы болсын, дедім, кідіріп барып. Ол ойланып кеткендей болды. Шынымен сұхбат беріп отырғандай түрмен әңгімесін бастады. Ақыры ұйқыға ерте екен, басқа баратын жерім де жоқ. Одан да әңгіме тыңдайын деп. Алматы, сағындым бәрін, енемді. Ол осылай дегенде әр сөзінен соң кідіріс жасап отырды. Жүзінен әділетсіз, өмірдің дәлдеп атқан оғы жырым-жырым еткеннен қалған өкініште, қоздап жана алмай бір жола өшкен өкпеде байқалмайды. Тек шаршаңқы күй бар. Түкпір жағынан картоп, бергі жағында гүл егілген үлкен ауладағы аласалау шағын тамда күйеуім, қызымыз үшеуміз, ал сыртқа ақ таспен өріліп, қызыл кірпішпен 3 қатар өрнек жүргізген еңселі үйде енем жалғыз тұратын. Осылай деп бастады. Жанар менің басымнан жоғары бір нүктеге қарап әңгімесін жалғастырды. Арасында үйін барып жинап тұрушы едім. Ол өте еңбекқор кісі еді. Енемнің талғамы жақсы еді. Түс қағазында, жиһазында өзі үйлестіріп таңдаған. Бұл үйді қайнатам марқұм 2 жыл бұрын салдырыпты. Осы сен адам бұл дүниеден өтетін кезде өзі сезеді дегенге сенесің бе? Деп маған сұрақ қойды. Солай деп айтқан мысалдарды естігенім болмаса, бой жазады деп айтады ғой. Енем сол күні біртүрлі басқаша көрінген. Есімде ғой. Сол күні сенбі болатын. Енем үйге асқа келді. Немересін еркелетіп отырып, біз мүлдем күтпеген жаңалық айтты. Жаңа ауданда салынған 2 қабатты үйді көріп келдім. Қасына мектепте жақын. Бәрінен бұрын моншасы мен гаражы бар. Бағасында келістім, деді. Біз таң-тамаша болып қалдық. Бағасы қанша екен, деді ұлы сораптап отырып. Інім, ұлы дегенім менің күйеуім ғой. $200,000 болады. Мәссаған, ондай ақшаны қайдан аламыз? Мемлекеттік мүлік департаментінің жай маманы болып жұмыс істейтін күйеуім үйдің бағасын естігенде шошып кетті. 2000 жылдардың басында $200,000 деген өте көп ақша ғой. Жаңа үй сатып алам деп жинап жүрген ақшам бар еді. Әкең қайтқалы да 5 жыл өтті. Қашанғы бөлек-бөлек отырамыз. Бірге тұрайық. Жаңа үй өзіме ұнады. Ертең бәріміз барып көріп келеміз, деді енем. Маған да бөлмей бола ма? Дейді сонда қызым қуанып. Қызы туралы айтқан кезде әйелдің бетінде не сағыныш, не өкініш байқалмады. Болады.
сенің де бөлмең болады, деп қуантып қойды әжесі. Мына үйді сатып алатын адам да табылып тұр. Ол кісі де балалы шағалы екен. Құдай сәтін салайын десе, талай жылғы еңбегім енді бір жақсы үйге шығатын кез келді, деп қуанды. Былайғы кезде қаталдау, сұстылау көрінетін енем сол күні ерекше көңілді еді. Өзінен өзі мейірім, көл көсір болып немересіне еміреніп, ондайын байқамаушы едім. Ақтарылып әңгімесін айтып, немересін еркелетіп, түннің бір уағына дейін отырып, ұйқыға кеш жатты. Ертеңінде жексенбі, әншейінде ерте тұратын енем таңертеңгі шайға келмеді. Күйеуім оятуға барып, есігінің қоңырауын басып еді, мамам әлі ұйықтап жатыр, жұмыстан қатты шаршаған екен, деп қайтып келді. Түс болуға таяғанда тағы кетіп еді, бір кезде айқайлаған дауысы қатты шықты. Жанардың бет әлпетін бағып отырған күйі бір сұмдықтың болғанын түсіндім. Шекілдеуікті бұлай алып қойдым да: «Ойбу, жүректен кеткен бе енеңіз?» «Жоқ», енемді кілемге орап тұншықтырып, мұрыннан қан кеткенше тепкілеп, әбден қорлаған әйтеуір. Адам көретін жері жоқ. Бірнеше қабырғасы сынып, тіпті сынған екі қабырға өкпесіне кіріп кеткен еді ғой. Кеше ғана әдемілеп жинап қойған үйдің әптер-тәптері шыққан. Шкафтарды, комодты ақтарып, бар дүниені қопарып, астан-кестеңін шығарып кетіпті. Күйеуім жаны ұшырып полицияға хабарлап, үйге ұры түсіп, үй иесін тұншықтырып өлтіріп кеткенін айтып жатты. Сұмдық, біздің елде осы ғой. Тірнектеп еңбек етсең, енді қызығын көрем дегенде ұры қарынан көзіне түседі. Заңы жоқ елде қарақшылар басынған заман болды. Содан полиция келді. Біз түнде ешқандай бөгде шу естімегенімізді айттық. Үй сатып алайын деп жүргенін айттыңыздар ма? Ішімнен мұның артында қара макерлер тұрғанын, мүмкін жаңа ауданнан үй сатпақ болғандардың қатысы бар шығар, кәрі әйелде ақша барын біліп, жоспар құрған болуы мүмкін, деп болжап қоям. Күйеуім полицияға шешесінің жаңа үй сатып алу туралы ойын, бүгін барып сол үйді көрмекші болғанымызды айтты. Бірақ енем айтқандай үй сатып алуға жинаған $200,000 ақша табылмады. Құжаттарының арасында банкте есеп-шот ашылғаны туралы келісім шартта болмады. Сіз ол ақшаны өз көзіңізбен көрдіңіз бе? Деп сұрады тергеуші. Анам өзінде сондай ақша барын айтқанда таңғалғаным рас. Бұл деген өте көп ақша ғой. Бірақ өзім ол ақшаны көргем жоқ. 2-3 дүкені бар еді, біраз жылдан бері тірнектеп жинап жүрсе керек, деп жауап берді күйеуім. Тергеу 2 айға созылды. Бүкіл таныстардан, үй сатпақ болған адамнан, дүкеншілерден жауап алды. Коммерциялық операцияларын тексерді, бизнестегі серіктестермен байланысты, клиенттермен қарым-қатынасы қалай болды, бәрін сұрастырды. Біреулерден күдіктенді, бірақ ақыр аяғында іс нәтиже бере қоймады. Сөйтіп, қашанғыдай істі жауып тастады десеңізші. Бізде бұл қалыпты жағдайға айналған. Мен істің солай аяқталғанына күмәнданбаған едім. Жоқ, ұстады ғой. Ұстады ма? Сауап болған. Полиция жараған екен. Манағыдай емес, көңілім жайланайын деді. Енді жанарды арақ ішеді демесең, сөзі дұрыс, түсінігі бар адамға ұқсаттым. Енемді өлі күйінде тауып алғаннан кейін 2 ай өткенде полиция бізді шақырды. Сіздерді шақырғанда күдіктіні танисыздар ма деп сұраған шығар. Мен әңгімені жалғап, өзімше жан бермек болып жатырмын. Әрі қанша дегенмен газеттің адамымын ғой, оқиғаның соңы не болады екен деген әуестік артып барады. Сөйтіп, енеңізді өлтірген адамды табылды ма? Дедім шыдамай. Адам өлтіргендер жазасын алу керек деп ішімнен кіжініп қоям. Жедел тергеушілер ұялы байланыс орталығынан телефон әңгімелерінің мәліметтерін сұратқан. Қайтыс болған адамның жақындарының да телефон номерлерінің мәліметтерін түсіріп, пелең дерегін алған. Телефондардың сөндіріліп тұрса да, әр 12 секунд сайын пелең жасап тұратынын білетін бедің? Мен иығымды қиқаң еткіздім. Пелеңдегі мәлімет күдіктіні түнгі сағат 3-те енемнің үйіне келіп, жарты сағаттан соң өзі тұратын қалаға кері шыққанын көрсетеді. Және ол кісіге шабуыл жасалып, қайтыс болған уақыты дәл келеді. Сонда басқа қаладан келіп, жауыз-ай. Тұра тұршы, сөзімді бөле бермей. Әңгімешім қабағын шытынды. Мен жым-жым болдым. Болды енді, жағаласпаймын деп өзіме ішімнен.
Полицияны көрген бойда бейшара бұтына жіберіп қоя жаздапты. Осы кезде вагонда жарық өшті. Манадан бері баяу әндетіп тұрған музыкада тыншыды. Әйелдің әңгімесінен бе есінете берген ұйқым шайдай ашылып кетті. Ал енеңізді өлтірген ұры $200,000 қайтарып берді ме? Жоқ, ақша жоқ. Бәрін түгел жұмсап жібергені ме? Қысқа уақыттың ішінде? Қалай тез? Ақша ұрыда емес деймін. Журналистпін дейсің, өзің дым ұқпайды екенсің. Сонда ұры алмаған болса, ол ақша қайда кетеді? Миым жетер емес. Сол ақшаның қалғаны қайда екенін қанша жылдан бері соны ойлаумен келем. Енеңізге шабуыл жасалған күні тағы біреу ұрлыққа түсуі мүмкін ғой. Киноларда болады. Қылмыс жасалған кезде бір мезгілде 2 рет ұрлық болады емес пе? Немесе бір адамды 2 рет өлтіріп кетеді. Шамасы кешегі үй сатып алу туралы әңгімені біреу сыртта естіп тұрған болу керек. Сол кезде терезе ашық тұрған жоқ беді? $200,000 сол алған болып тұр ғой, деп білгіш сынып ойланып кеттім. Жанар есіне балды. Оған менің болжамым түк қызық емес екені көрініп тұр. Ал шынында үйде ешқандай $200,000 болған емес, деді бір кезде самарқау үнмен. Қалай? Солай? Журналист, сенде айран бар еді ғой, мына күрешкеге құйшы. Мен айран асыр болған күйі, ол айранын ішіп тауысқанша ішімнен оқиғаның желісін болжамақ болғаным мен ойыма ештеңе келер емес. Бір кезде Жанар сөзін жалғастырып, бір күні енемнің үйін жинап жатыр едім. Шкафтағы киімдерді шығарып, ретімен қатарластыра жинап салдым. Енем көрсе қызар адам емес. Барын ұқыптап киеді. Қымбатын бірақ алады. Одан комодтың тартпаларындағы заттарды да шығарып, ішін сүртіп қайта реттедім. Орнынан қозғап астындағы шаңын да сүрттім. Бір кезде астыңғы жағынан скотчпен жабыстырылған бір нәрсеге қолым тірілді. Осы күні скотч деген бір керемет зат болды ғой. Қолданбайтын жерің жоқ. Мына әйелдің мылжыңын-ай, адам өстіп те әңгіме айтам екен, сағызша созып болды ғой деп отырмын. Әлгі оралған бумагының пішіні сабын тәрізді, бірақ жұмсақ. Әуестік билеп ашып қарасам, қағазға оралған ақша. Ақша болғанда $. Сен өзің $, дегенді қолыңмен ұстап көрдің бе? Жылтырап тұрады екен, иісі де ерекше. Көрдім. Айлықтарыңды $мен аласыңдар ма? Мына әйелге мазақтап отырау. Айлықты $мен алсам, мына күркілдеген пойызда нем бар, деп қоямын. Мен ақшаны көргенде айқайлап жібере жаздадым. Есалаң болғандай ақша тұрған жерді қайта қарадым. Комодтың сырт жағынан қарасаң ештеңе білінбейді екен. Ал іш жағынан қарасаң, қатар тұрған 5 тартпаның 3 мен 4 тартпасының арасынан арнайы орын қалдырып жасырынған екен. Ол әңгімесін кілт үзді де, жанында жатқан жастықты желкесіне қойып аяғын созып жата кетті.